Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз Төлен Әбдіковтың қонақтар әңгімесі. Бірінші автордың өміріне кішкене шолу жасайық. Төлен Әбдік 1942 жылдың 4 қыркүйегінде Қостанай облысы Жангелдин ауданы Еңбек ауылында туған. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. 1965 жылы Қазақ ұлттық университетін бітірген. Шығармалары 1964 жылдан жариялана бастады. Көкжиек, күзгі жапырақ, ақиқат, айтылмаған ақиқат, әңгіме повестер жинақтарын, өлара, ақшоқыда қыз қатты, парасат майданы романдарын жариялады. Әңгіме повестері орыс тілінде истина деген атпен шықты. Грек аңыздары Эллада ерлерін қазақ тіліне аударған. Халықаралық Кафка және Қазақстандағы Пен клуб сыйлықтарының лауреаты. Қаламгер Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Әңгіменің қысқаша мазмұнын айтатын болсақ. Әңгіменің бас кейіпкері Ерғабыл қарт көңілді. Себебі ұлы Сапабек отбасымен курорттан келе жатып, Жолшыбай қарт ата-анасына соғып кетпекші. Бүкіл ауыл болып күтуде. Баласы келгендегі қарт әкенің қуанышын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Қалбалақтап орнынан тұра алмай қалды. Баласының келген қуанышына Ерекең қарт бір тоқтысын сойып, ауыл аймақты қонаққа шақырды. Бірте-бірте қарияның манағы шалқыған көңілі су сепкендей басылды. Себебі немересі мен келіні орысша сөйлейді екен. Және шақырғанда немересі атасына зорға келді. Ал баласы болса ертесіне қалаға кететінін, жұмысқа шығатын уақыты болып қалғанын айтты. Және де баласы келіншегімен орысша сөйлеседі. Әрі келіншегінің орысша сөйлейтінін мақтан ететін сияқты. Жеңісті ауылда орысша оқытатын мектеп жоқ. Немереңіз қазақша түсінбейді, деді ұлы. Бұл әке мен баланың арасында әңгіме еді. Ерғабыл қария немересін қолын алып қалғысы келгендегі баласының берген жауабы. Сонымен немересін алып қалып, ұлттық құндылықтарды бойына сіңіріп, қазақи тәрбие берем деген ата үміті ақталмады. Жазушы Төлен Әбдіковтың қонақтар әңгімесі бүгінгі күнде де өзектілігін жоғалтпаған үлкен әлеуметтік мәселені көтерген шығарма. Шығарма тақырыбының идеясы ата-ана алдындағы бала парызы, туған жер, қара шаңырақ. Шығарманың түпкі идеясын ашуда бар жүкті Ерғабыл шалдың ой толғанысы, іс-қимылы, сөзі мен өзгелермен қарым-қатынасы көтеріп тұр десе де болғандай. Курорттан қайтып келе жатып, соғып кететіндігінен хабар берген, жылына бір рет қана келіп кетер баласы Сапабекті күткен әкенің ойы, арманы, жаратқаннан күтер тілегі бар. Бірақ оны сөз саптамасымен немесе қимылмен білдірмесе ашып көрсетпейді. Ұлттық болмыстан айырылып бара жатқан жалғыз баласы Сапабектің табыстары, жер дүниені кезіп, шетелдерде болып көпті көргендігі әке үшін мақтаныш емес. Қол басы, омырау тұсы ашық киім киген, орысша сөйлеп ауыл тұрмасына жат қылықтар көрсеткен келіні Томаға да, қазақша түсінбейтін немересіне де шалдың көңілі толмайды. Ерғабыл шал үшін түтінін өшірмей, қара шаңырақты ұстап қалған ұрпақ қана, адал сүт емген, ата-ана алдындағы парызын өтеген бала. Ауыл адамдарына әңгіме айтып, көсіле сөйлеп отырған баласын сөзден зеки тыюында да, кетерінде немересін тастап кетуге қимаған баласына, алып кет өзіңмен бірге, оқыт, өзіңге қаңғыбас етіп шығар деп, түнере сөз айтуында да осы бір шалдың баласына деген наразылығы айқын сезіліп отырады. Ерғабыл шал ұлттық болмыс пен құндылықтарды сақтаушы, қара шаңырақ деген киелі ұғымды қастерлеуші тұлға. Сапабек әкесі үшін адам бойына туғаннан берілетін мәңгілік құндылық, парыз, қарыз, борыш ұғымдарын ұғына жете түсінбейтін бүгінгі күнмен ғана өмір сүруші бала. Көтерген тақырыбы ауыр болғанымен, сөз орамдары мен айшықты сөздер еркін қолданылған шығарманың тілі жеңіл, оқушыны баурап аларлық сюжеттер желісі айқын. Сонымен оқушылар,
әңгімеге қысқаша шолу жасадым. Ендігі тапсырма. Мен әңгіменің мазмұны бойынша бірнеше тақырыптарға әңгімені бөліп қойдым. Соларды сендер ретімен жазасыңдар. Дастархан басында көптен күткен қауышу, Ерғабыл қарттың ойы, ақталмаған үміт, Аспандиярдың әні. Бұл бөлімдерді ретімен қоймас бұрын әңгімені міндетті түрде оқып аламыз. Сау, саламат болыңдар.